Әдетте балаларын қараусыз қалдырған атана жауапкершілікке тартылады деген ішкі істер министрлігі бұл жолы бауыр еті баласын асыраймын деп нан тауып жүрген ерлі-зайыптылардың жағдайын сот өзі жекелей қарайтынын айтты. Сондай-ақ әкесін не үшін түнделетіп жұмысқа шақыртып алғаны белгісіз. Бұл бойынша да тергеу жүргізіледі. Ал мектеп басшылығы озат екі оқушымыздан көз жазып қалдық деп ақырып отыр. Бұл отбасының бір басында 4 бірдей несиесі болған деген ақпаратта айтылып жатыр. Үйдің үлкендері Альбина мен Алина енді бұл мектептің есігін қайтып ашпас. Ата-анасының арманын орындаймын деп күнде сөмкесін асып, бестік арқалап қайтатын дейді мектеп басшылығы. Өте белсенді, шығармашыл, мейірімді оқушылар болыпты. Енді салған суреттері мен жазған шығармалары естелік болып қала бермек. Уроки идут, конечно же. Сабақтар жүріп жатыр, мектеп ішінде қазалы күн деп жарияламадық. Өйткені өзге оқушыларға ауыр тиер деп шештік. Бірақ таңертең балаларды жинап, барынша түсіндіріп айттық. Бұл отбасы бізде көп балалы отбасы ретінде тіркеуде тұрды. Бірақ Альбина мен Алина өздерін ешкімнен кем санаған емес. Ақылды еді, үнемі үйдегі сіңілдерін айтып жүретін. Бір отбасының трагедиясы бүгін бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырды. Ішкі істер министрлігі шұғыл брифинг өткізіп, түнде болған жағдайдың мән-жайын айтып берді. Бұл аумақта бір апта бұрын ғана рейдтік шаралар жүргізіліпті. То есть они уже на момент обрушения кровли. Үйдің төбесі құламай тұрып, оларға қатты естіген. Төбесі құлағанда балалар ес-түссіз жатқан. Далаға шығатын мұржаның аспес қаптамасы болмаған. Содан ағаш шатыр өртенген. Алдын ала тергеу бойынша пеште қатты отынды жағу кезінде өрт қауіпсіздік сақтамаудан шығуы мүмкін. Қайғылы жағдай болмас бұрын сағат түнгі 2-де туыстары келіп, қыздарды жағдайын біліп қайтқан. Арада 34 минут өткен соң қаралы қоңырау келіп түсті. Ал бұл қасірет елдегі жүйелі проблема дейді қоғам белсенділері. Сондықтан үкімет жеке банктерге емес, осындай көп балалы отбасыларға демеу болу керек дейді Мұхтар Тайжан. Көп балаларды асырау үшін түнде де жұмысқа барып жүр. Яғни жағдай нашар, яғни кедейшілік. Үкімет бұл қасіреттен кейін нақты қорытындыларын жасау керек. Екіншіден, осы Абыл Қасымова деген министр отставкаға кету керек. Әлеуметтік желіде белгілі азаматтар көп балалы аналардың жағдайы, жұмыссыздық, пәтерден пәтерге көшу мәселелерін ашына жазып жатыр. Альбина, Алина, Элина, Сабина және Бақыт есімді 5 періштенің өлімі кім-кімді де ойлантуы тиіс дейді көпшілік. Айжан Оралбекқызы, Дидар Елеуов, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. 5 сәбидің қазасына байланысты Facebook, Instagram желісінде қалың ел азалы жырларда қалдыруда. Кеңшілік Тышқанұлы атты азамат 5 бүлдіршіннің монологы іспетті мынадай бір өлең жолдарын жазған екен. Қайда жүрде ата-анамды сөкпеңіз, қар үстінде тамақ іздеп кеткеніз, жер бетінен жайлы орын таба алмай, түн ортасы ұшып кеттік көкке біз.